Saf сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Аспан әлемі мен жердегі жаратылыс біткеннің бәрі Алланы мінсіз, һәм кемшілік атаулыдан ада екендігін айтып ұлықтайды. Ол азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, хаким. Әрісімен әрбір үкімі көптеген хикметтерге негізделген, теңдессіз даналық иесі. Уа иман келтіргендер! Өздерің істемейтін нәрсені неге айтасыңдар? Істемейтін істі айту Алланың алдында ең жек көрінішті нәрсе. Алла өзінің жолында бейне бір кірпіштері қорғасынмен қаланған берік құрылыс тәрізді қатар-қатар сап түзеп соғысатындарды жақсы көреді. Кезінде Мұса өз қауымына: «Уа халқым, менің өздеріңе келген Алланың елші екенімді біле тұра, мені неге мұншама қинайсыңдар» деген еді. Олар осылайша хақ жолдан ауытқып қисық кеткенде, Алла да олардың жүрегін ақиқаттан ауытқытып жіберді, яғни олардың табиғатын теріске айналдырды. Алла ондай күнәдан қайтпайтын азғын қауымды әсте тура жолға салмайды. Өз кезінде Мәриям ұлы Иса да: «Уа Исраил ұрпақтары, мен сендерге келген Алланың елшісімін. Өзімнен бұрын түскен Тәураттағы ақиқаттарды растау және өзімнен кейін келетін Ахмет есімді елшіні сүйіншілеу үшін жіберілдім» деген. Алайда сол ардақты пайғамбар оларға ап-айқын дәлелдермен келген кезде, мұның әкелгенімен ісі анық сиқыр десті. Хақ дін исламға шақырылып жатса да, ойынан шығарған өтірігін Аллаға телгеннен асқан залым бар ма? Алла ондай залым қауымға әсте тура жолға түсуді нәсіп етпейді. Олар Алланың нұрын ауыздарымен үрлеп сөндіргілері келеді, алайда кәпірлер қанша жерден жақтырмаса да, Алла өз нұрын тамамдайды. Яғни дінін толық түсіріп, күллі әлемге тегіс жаяды. Ол мүшриктер жақтырмаса да, хақ дін исламды бүкіл діндерден үстем ету үшін пайғамбарын тура жол және хақ дінмен жіберген Алла. Уа иман келтіргендер! Сендерді жан төзгісіз азаптан құтқаратын өте табысты кәсіпті көрсетейін бе? Аллаға һәм Расулына лайықты түрде иман келтіріп, Алла жолында мал пұлдарыңды да, жандарыңды да аямай күресесіңдер. Біле білсеңдер, солай істегендерің өздерің үшін қайырлы болмақ. Сонда Алла күнәларыңды кешіріп, жайқалған жасыл бауларының арасымен және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшаларына, түгесілмейтін нығмет пен мәңгілік шаттық мекені Адын жәннатындағы керемет үй-жайларға орналастырады. Ең үлкен жетістік, ең зор табыс деген осы. Сондай-ақ көңілдеріңе ұнайтын тағы бір нығмет бар. Ол Алладан келетін жәрдем мен жақында жүзеге асатын басқа да көптеген жеңістердің басы болатын ұлы жеңіс. Мүміндерге соны сүйіншіле. Уа иман келтіргендер! Алланың дініне һәм Расулына қолдау көрсететін жәрдемшілері болыңдар. Кезінде Мәриям ұлы Иса хауарилерінен: «Менің Аллаға барар жолдағы арқа сүйер жәрдемшілерім кімдер?» деп сұраған еді. Сонда хауарилер: «Алланың дініне һәм Расулына қолдау көрсететін жәрдемшілері біз боламыз» деп жауап берген. Сөйтіп Исраил ұрпақтарының бір бөлігі Аллаға һәм Исаның пайғамбарлығына иман етсе, енді бір бөлігі күпірлік қылды. Біз иман келтіргендерге дұшпандарына қарсы қолдау көрсеттік. Сол себепті олар кәпірлерден үстем болды.